Алермса сермегені біздің Джонни мен Касоның оқиғасынан үлкен жарыс деген шығаратын боламыз. Бастайық. Яғни, сен мені бұл жерге не үшін шақырғанды білем. Не болған бәріміз естідік. Оны естімеген адам жоқ шығар бұл қалада. Ойшым досым, әңгіме деген былай. Сен осы қаланы жақсы білесің ғой. Сондықтан бір көмек сұрайын деген. Генриді өлтірген адамды маған тауып бер. Егер де тауып беретін болсаң, ақшасын төлеймін, қорықпа. Жарайды. Ойшым, бір аптаның көлемінде тауып беремін, Джонни. Күт. Йоу, достар, осы видеоның астында тұрған сілтемеге кіріп, Nord Channel промокодын түйретін болсаңыздар, сіздерге неше түрлі бонустар беріледі, және де депозитке ақша салудың неше түрі бар. Мен Кивиді таңдап 500 теңге саламын. Ақшамыз түсті. Осылайынан достар, мела ставкалеріңізді тіге берсеңіздер болады. Жарнамамыз осымен аяқталды. Осылайынан енді Генриді бір аптаның көлемінде тауып берем дейма жаңағы жігіт. Жота, сенің кіремей тұрмын бар ғой. Тағы да басқа адамдарға айтып көрем ау дейм. Менің бір танысым бар еді, хакер. Соған барам дейм, бір ретте звондаған номерді взломать етіп, қаяқтан звондағанын біліп алып, со жаққа қарай бару керек болмайтын ау дейтін. Анаған сенбей тұрмын, Жота. Жарайды, ендеше көрейік, бір апта күтейік. Бір апта деген еш нәрсе емес қой. Көзді ашып жұмам дегенше өтіп те кетеді. Хакер досым осы мотельдің ішінде тұрушы еді, көшіп кетпесе егер. Көрейік, сұрастырып мына жерден былайынан нарушать ете салайық, ешқандай камера жоқ шығар деп ойлаймын. Асықпай кірейік мына жерден, машинамыз ойламайын, өйткені өте кішкентай жер екен. Ал екінші этажда тұратын бұрында есікті жаба салайын, бұл жақта ұры деген өте көп. Бірақ қай жерінде тұратын ұмытып қаппын. Ё-моё, келмегелі көп болды, бұған бар ғой. Ақшасын берсең, любой нәрсені взломать етіп береді жалпы, бірақ сотка деген ол үшін өші оңай тірлік қой. Қай жерде тұрған есіме түсіру керек, енді болды. Жо, мынау 8-де емес, 7-де емес, точно бір ар жақтарда тұратын. Өйтер осы есіктердің біреуі. Жарайды, бәрін тарқатып шығайын. Ау, бро, аш! Бой, Гром, саламу алейкум. Қанша болды сені көрмегелі? Чо там, не, үйленейін деп отырсың ба? Костюм шалбар киіп алыпсың ғой. Бой, Джонни, уалейкум салам. Бір үйленейін деп ем, үйлендірмедің ғой сенде. Чо там, не тірлік, бірден айта берсе, кімді взломать ету керек? Любайн, взломать етеміз, любайн. Ақшасын берсең барлығы. В общем, әңгіме деген бұлай. Осыдан бір 3-4 күн бұрын маған номеріме біреу звондады. Енді соның қаяқта тұратын табу керек жалпы ше. Взломать етіп аласың ба, соны істеп берсең, конкретно ақшасын берем саған. Базар жоқ қой, бауырым, мен қазір бір үйленіп қайтайын, кешке жақын бір тірліктер бар еді, сол әшейін үйленіп отқан жоқпын. Жұмыс қой бізге, жұмыс бауырым, сол ертең взломать етіп берем, сотканы тастап кет қазір, ертеңгеден қарап асықпай шықпай көрейін. Все болды ғой, без базара ғой бауырым. Все болды, соткымды Громға тастап кеттім. Енді чоза таныстар бар еді, тағы да барып айтып кететін. Екі адамға айттым, енді екеуін біреу точно тауып береді ғой маған. Генридің үй жағына барып қайтайыншы. Генридің үй жағына бармағалда қанша болды. Генридің үйінде не болып жатыр екен? Около мұны барып сұрастырып біліп қайту керек. Түсініксіз, әзірге түсініп отқан жоқ мен не болып отқан. Ал кеттім, Генридің үй жағына барып қайтайын. Опана деп, пробканың арасына бүйтіп кіріп тұрып алайық. Ешкім білмей алдым екен. Естіп жүрмесең енді жететін жеріңе жете алмайсың. Аяқта Америкада дейтін адамдар өте көп, машина дегенде өте көп. Саған не деген пробка аяқта? Жүрсінші, около мана. Тұрамыз үшін. Генридің үйіне де келдік. Мына жақта немене бөлі болып жатыр? Нөгімдер танымайын ғой. Ана жұмысшы, оны білемен. Жұмыс сағат сайын ауысып тұрады оны. Көрейік, жұмысынан сұрастырып көрейік. Қасында тұрған кім еді? Что-то танымайын ғой мен ана жігітті. Ассалаумағалейкум. Натан, қалай жағдай? Что там, кімсің сен? Не үшін бұл жерді түсінбедім, бауырым? Түсінбедім. Қалай не алып жүрсің? Мен осы үйдің егесімін, бауырым. Сен кімсің тағы да? Қалай сонда егесі?
еші түсінбедім. Бұл үйдің егесі Генри деген жігіт болған. Бұл үйдің егесі енді мен бауырым түсінді. Генри деген ол менің ағам. Ол үйді енді маған қалдырып кетті ол. Бірақ Генри үнсіз маған ешнәрсе айтқан жоқ болатын. Қалай түсінбедім, вообще Генридің інісі жоқ сияқты еді ғой жалпы. Бауырым, мен ешнәрсе білмеймін. Осы үй енді менікі, бұл жерге келуші болма, түсіндің ба? Жарайды. Генридің інісімін дейма сонымен. Генридің інісі бар екенін білмеппін, бірақ қатты ұқсайды екен Генриға анау. Йокол мына ауылмайды десем де болады. Жарайды ендеше. Давай, Генридің үйі. Енді бұл жерге мен келмеймін. Маған басқа негізі тұратын жер табу керек. Қайда тұрсам болады екен? Ауылға қарай барайын ба? Ауылда бірақ не істеймін? Ауылға Косой жаққа қарай барып қайту керек еді. Йокол мына Косойды да көрмеймін. Жұмыстардың бәрі мына жердегі военді базаға да постоянно шақырып алу мүмкін. Самолеттар бұзылса, солай негізі ауыл жаққа қарай барып қайтам ау деймін қазір. Бір ауылды содан қайтадан қалаға келіп, Генридің тірліктерін бәрін шешіп кету керек. Анау адамдар тауып қоятын шығар. Білмеймін. Хакер досым ертең тауып берем деді ғой. Жарайды ендеше. Ауылға қарай барып қайтайын бүгін ендеше, немесе білмеймін. Ауылға да барғым келген жоқ. Өйткені ауылға барған өте алыста жолы вообще. Болсаңдаршы, жүрсеңдерші. Жоқ, мына жерде пробка создавать етіп тұрмады, мен создавать етіп тұр екенмін. Опа, жолдарды қашан жөндейді? Негізі ауылға бара жатырмын мен қазір. Ауылға баратын болып шештім. Анау адамдар тауып шығар деп ойлаймын, енді білмеймін. Хакер досым ертең тауып берем деді ғой. Жай ендеше, ауылға қарай барып қайтайын бүгін ендеше, немесе білмеймін. Ауылға да барғым келіп тұрған жоқ. Өйткені ауылға барған өте алыста жолы вообще. Болсаңдаршы, жүрсеңдерші. Жоқ, мына жерде пробка создавать етіп тұрмады, мен создавать етіп тұр екенмін. Опа, жолдарды қашан жөндейді? Негізі ауылға бара жатырмын мен қазір. Ауылға баратын болып шештім. Демалып қайтайын деп, Косойды көрмегелі көп болды, соны көріп қайтайын. Содан кейін естуім бойынша Косой бір жаңадан көлік алыпты, BMW алыпты дейма, бір нәрсе деп айтып жатыр. Әйтеуір мен достарым сөйтіп айтып жатыр. Көрейік.